Сәлем достар, және менің каналымның тұрақты көрермендері. Бүгін мен сіздерге осындай пирамида бомбонеркесінің жиналуын, яғни сборкасын көрсетемін. Бұл шаблонды тегін шаблон каналымнан алсаңыздар болады, телеграм-канал. Тек менің YouTube подписчиктеріме арналған, сондықтан бірінші YouTubeке подписка жасап, осы шаблонды алсаңыздар болады. Бұл телеграм-каналда басқа да көптеген шаблондар бар. Бұл шаблонның толық наборы менің VIP каналымда. VIP каналымның бағасы өте қолжетімді, ешкімнің қалтасын қақпайды. Осы өзімізге керекті шаблондардың бәрін сол каналдан тапсаңыздар болады. Қазақстан праздниктеріне арналған барлық шаблондар, және де қыз ұзату, үйлену той, осындай балаларға арналған шаблондарды сонда саламын. Тек шаблондарға емес, сонда баннер, дорожка, және де барлық тойға керекті заттарды таба аласыздар. Естіп қиып болғаннан кейін беговка жасап шығамыз. Беговка жасағанда абайлап жасаңыздар, жыртылып кетпес үшін. Мен канцелярский ножпен жасаймын, сондықтан мен қатты батырмай жасаймын. Сіздер оның орнына біз немесе пилка, немесе жазбайтын ручканы қолдансаңыздар болады. Естіп бәрін беговка жасап шыққаннан кейін бізге двухсторонний скотч керек болады. Двухсторонний скотчпен бір жақ шетін ғана жабыстырасыз. Астыңғы жағын жабыстырып керек жоқ, өйткені жиналғанда ол бірінің ішіне бірі кіріп, ол өте осылай бәрін беговка жасаған жерді осылай бүктеп шығамыз. Шыққан жерімізді бүктеп шыққанда беговка жасасаңыздар өте ыңғайлы болады. Егер сіздерде 200 граммдық бет болса, онда беговкасыз да бүктеп жүрсеңіздер болады. Беговкамен бүктесеңіздер, онда асықпай бүктеңіздер. Осылай двухсторонний скотчты алып, бұрыштарын келтіріп, өйстіп өзіміздің пирамидамыздың шетін жабыстырып, наклейкасын алып тастап, аккуратно өйстіп жабыстырып біріктіреміз. шығамыз. Ішінен тағы басып жақсылап жабыстыру үшін. Содан кейін түбін жинаймыз. Мұқият қараңыздар, бір шетін ішіне кіргізіп, ұшын ішіне кіргіземіз осылай. Содан кейін біз өзіміздің дайындап алған қыз баламыздың суретін осы шекесіне жабыстырып қоямыз. Двухсторонний скотчпен немесе клеймен жабыстырсаңыз болады. Мен өзім әдетте двухсторонний скотч қана қолданамын, өйткені клей кішкене маркилау, кір қылып тастау мүмкін бомбонеркенің сыртын. Болды, осылай шекесіне жабыстырамыз, бомбонеркеміз дайын.